Қазақ әдебиетінде ойып тұрып орын алатын орны бар Шәкәрім Құдайбердіұлын алып бір бәйтерек ағашына теңесек болады. Оның жаңалыққа қызығушылығы, кез келген адамның қолынан келе бермейтін сан түрлі өнері, ұсталығы, өз киімін өзі пішіп киетін шеберлігі, құралайды көзге атқан мергендігі мен бойында жатқан талай таланттары сол бәйтеректің бір бұтағы іспеттес. Ақындығы бір төбе. Ұлы Абайды тудырған Шыңғыстау бөктерінде дүниеге келген өзінің тамырлас немере ағасы Абайдың қолында өсуі, тәрбиеленуі Шәкәрімнің тұлға болып қалыптасуына зор әсерін тигізді. Текті әулеттің ұрпағы адам болмысын танып, әлем сырларын білгісі келді. 40 жасқа дейін өмірін бос өтті деп санаған ақын сауық сайранға толы өмірінен бас тартып, адамдық пен азаматтық тақырыбына бет бұрады. Абайды жағалап кеңесіне жүгінеді. Жоғын Абайдан тапқан ол шын өмірдің мәні адамшылықта екенін ұғып, Абайдың жолын ең бір сара жол деп санайды. Қай кезде болмасын Абайдай ағасының пікірімен санасып отырған Шәкәрім Абайдың айналасында өскендіктен оның жайы мен халін жақсы түсінді. Көпшіліктің, қара халықтың, қазағының бүгінгі күйіне налыды. Ел ішіндегі жағдайлар шаршатты. Бар үмітті болашақтан, жастардан күтті. Сондай бір толқынысты сәтте ақын қаламынан туған жастарға дейтін өлеңі. Шәкәрімнің оқырманды адамгершілікке, өнер білімге кіршіксіз махаббатқа шақырған туындыларынан үлкен ғибратты ой түюге болады. Ақынның осы жастарға өлеңінің тақырыбы Абай көтерген білім алу, азамат болу идеясы. Ол қазақы қоғамда парасатты, білімді әрі ойшыл жан деп Абайды таниды. Ақын Абайдың биік рухын, асқақ арманын, мақсаттарын, даналық тұлғасын жан-жақты ашып, жастарға үлгі ретінде көрсетті. Туындының шағын үзіндісі Қазақ әдебиеті газетінің 1959 жылғы 9 қаңтардағы санында Абай үлгісі деген атпен толық нұсқасы, Өркен газетінің 1988 жылғы нөмірі 43-45 санында жарияланды. Кел, жастар, біз бір түрлі жол табалық. Арам, айла, зорлықсыз мал табалық. Қанша айтқанмен өзгенің бәрі надан. Жалыналық Абайға, жүр баралық. Деп бар мәселенің шешімі келер ұрпақ, ертеңгі күннің қалай болары жастардың еншісінде екенін түсініп, оларды Абайдың нәрімен сусындауға шақырды. Осы бір өлеңі арқылы ол Абайды қазақ баласы ішіндегі ең биігі деп бағалайды. Оқу білімсіз қалған қараңғы халықтың оянуына түрткі болсам деген ойына, оның біз қазақ елі де мәдениетті елдер қатарына қосылу жолында Абайдың жолын жастарға ұсынғаны дәлел. Жастарға тек білім мен ғылым арқылы ғана адам өркендей алатын ұғындырғысы келген ақын надан болып, түбі жоқ тереңдікте қалғанның артында еш нәрсе қалдыра алмайтындығын ескертеді. Шәкәрімнің Абайдың шәкірті бола жүріп, даңғыл жолға жастарды бастамауы һәм өнеге көрсетпеуі мүмкін емес еді. Бір қызығы, арадан бір ғасырдан астам уақыт өтсе де, оның бұл өлеңі қазіргі кездің жастарына да арналып тұрғандай. Абайды таныған, Абаймен жаны үндескен адамның әрдайым іздегенін Абайдан табатынының анық себебі осы.